Ертіс Бөбежай балабақшасының Ақкөл тобының тәрбиеленушімін. Біздің отбасы футболшылар отбасы. Атам да, әкем де, ағам да футбол ойнағанды жақсы көреміз. Әкем кішкентай кезінен футбол ойнайды. Қазір дене шынықтыру оқытудан береді. Балаларды спортқа баулиды. Әр демалыс сайын алаңға барып тұрамыз. Футбол ойнаймыз. Балам, бүгін саған жаттығу ұнады ма? Иә, әке. Саған қандай жаттығу ұнады? Қақпаға тебу. Сізде сияқты футболист болам. Ой балам, деген арманына жете бер, Құдай қаласа. Алдияр балам, мынау әкеңнің, атаңның, Дамир көкеңнің жетістіктері футболдан алған. Сен де ертең Құдай қаласа өскенде осындай жетістіктерге жетіп, үлкен белестерді бағындыратын боласың. Мына әкеңнің, атаңның дипломдары, бірінші орын алған, алғыс хаттары, мына кубоктарды көрдің ба балам? Иә, әже неге мынаның бәрі ұқсайды, анаған ерекше. Мына ерекше, ол Совет үкіметінің кезіндегі атаңның жарыста ұтып алған кубогы. Алдияр бала менің бүгінгі қуанышты күнім, туылған күнім құтты болсын дейміз. Құдай қаласа асырсыз келіп жатсың. Енді Құдай қаласа биыл садик бітіріп мектепке барасың. Оқушының алды бол, жақсы азамат бол. Сол бәріміз сол папам бір, мамам бір, әжем бәріміз сол сенің қызың көріп жүре берейік балдар бәрімізді. Атасы, енді Алдиярдың тілектері қабыл болсын деп бәрім. Өзіңіз бір бата беріп жіберсеңіз. Басынан бері зор бақыт, астына беріп берекет. Umur yaşını uzak et, mehnet takımlıktan aman et. Orpaklarını aşk et, kasbına var kasip et. Böylece Allah tatmaz kasip et. Dünyanın beyaz aslında olsa da olan nasip et. Bu dünyada jüven bulursun, bu dünyada жақсы болыс болып, туған жете беріп, сол сен бәрі жүре берейік деймін, сау болып, әр осындай туған жете беріп.